негізі Алланың алдына аузына алып жүретін қазақтар бар ғой. Бірақ баланы бесікке жатқызған кезде жаңағы спичкамен бүйтіп аластап жатады. Дұрыс па, қалай қарау? Енді ол сол көне шаманизмнен қалып кеткен қалдықтар ғой. Оның кісінің діни сауатсыздығы, лажы барынша ондай адамға сол дұрыстап түсіндіру керек. Ол кісі сол Аллаға серік қосты, аузу билля бидғатчик деп қашып кету керек жоқ. Кейбір бауырларымыз сияқты. Бәрі жерден бір осы кір тауып алып өзі таптаза болып жүрген жігіттер бар ғой өзі. Сондайдың қажеті жоқ. Ол адам надан, дұрыс па? Ол адамға дұрыстап түсіндіру керек. Бірақ дұрыс түсіндір десе де кейбіреулердің айтқаны бар ғой. Аузу билля, бауыр сен ширк жасау. Басыңызды ауыртып жібереді, сосын анадан тұрып айтасыз, қазір бәтіңкем тұмсығыңа тимей тұрғанда кете бер дейсіз. Жаңағыдегі, мен ширк болсам, мен басқаша қылып жіберемін мен сені дейсіз сосын. Үйтіп айту керек емес, бауырлар. Ойлаңыз, пайғамбарымыздың әдемі бір сөзі бар. Сенің қолыңнан дейді, бір адамның хидаят тапқаны, бір қолыңа күнді, бір қолыңа айды қойғаннан да абзал дейді. Дұрыс па? Бір қолыңа күн, екінші қолыңа ай. Не деген қымбат баға? Бір адамды тура жолға бастау. Сол үшін анау адамға барып, кәдімгі сіздің табатын табысыңыз көрініп тұр. Ар жақта не деген сізге Алла тағала башылайт етіп жатыр. Сондықтан оған дұрыс подход қылу керек. Жанына барып, бауырым, ассаламу алейкум, негізі бір-екі нәрсе айтсамыз, ренжімесеңіз, өтініш, кішкентай менің қате кемшіліктерім көп, мен естігенім ғой бұл деп кішкентай айтып көрсеңіз, ол қабылдамайды міндетті түрде. Ешқашан бір адамға бір айтқаннан, ой дұрыс екен деп қабылдап кете қоймайды. Өйткені ол адам, ол ойлану керек, ол бірден. Ойлануға уақыт беріңіз оған. Кішкентай уақыттан кейін тағы басқаша қылып айтыңыз. Өзіңізден жоғарылау адамға алып барып айтқызыңыз. Мінім ол декең айтып берсінші осы тірлікті дұрысын деп. Яғни жұмсақтық істесеңіз, бәрі орнына келеді. Ал егер жаңағыдай қопалдық жасап, келе қалып, жаңағы бәрі бола қалсын болса, онда